қоғамдық қорының төрағасы Марат Бөтеевке береміз. Рахмет, құрметті қауым. Бүгін міне үлкен бір басын ашатын келелі мәселені талқылап отырмыз. Жастар және мемлекеттік тіл саясаты атты дөңгелек үстел. Енді жастар қозғаушы күш деп ағамыз айтып өтті, өте дұрыс, орынды. Қазіргі проблеманың басын ашатын болсақ, Қазақстанда қазақ тілі, мемлекеттік тіл тек қана қоғамдық ұйымдар мен бұқара халықтың арқасында сақталып тұр. Өкінішке орай мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер осыған селқос қарағандықтан осы әлеуметтік келеңсіздіктерге алып келетін жолдың ең бірінші себебі осы мемлекеттік мекемелерден шығып тұр. Оны өз бағына Жұмабек Ашуұлы айтып өткендей, ең жоғарғы деңгейдегі өкіметтен басталып отыр. Кез келген, мына жерде біз 2006 жылдан бері жазған хаттарымыз бәрі де тіл төңірегінде, мынаның бәрі тіл төңірегінде. Келген жауаптарының бәрі тек қана бұлай отписка дейді ғой орысша, сылдыртпа жауап. Оған осы тіл басқармасының рөлі маңызды. Бірақ та осы тіл басқармасының өзі 2007 жылы Мартыжанов мырзаға біз 6-7 хат жаздық. Осы жерде сайлап отыр, бәрін көріп отыр, миығынан күліп отыр. Осының бәрін өздерінің алдынан өтіп отыр. Мысалы, мына жерде жарнама туралы жазылған, жарнама қателермен күресу жолдары деп. Осында Саян деген азаматымыз бар. Жалғыз өзі осы тіл басқармасының жұмысын істеп келе жатқан. 20 шақты мекемелерді сотқа беріп, соның 15-16-сын жеңіп, сол жердегі қателерді түзетіп жатыр. Бірақ та жалғыз адам түк бітіре алмайды. Себебі бір қатенің орнына ертесінде 15-20, 100 қате жазып шығып отыр. Неге? Себебі біз мәселені басынан емес, ортасынан не болмаса жанама осы дөңгелек үстелімізді де, құрметті Мамай мырза, біз әгер жай сылдыртпа бір неге айналдырмайық. Егер айтатын адамдар дұрыс ой айтып отырса, тоқтатпай тыңдаңыздар. 1 сәуірдегі жастардың бірінші талабы осы тіл төңірегінде болып отыр. Барлық Қазақстандағы мәселелер түйіліп, тіл төңірегіне тоғысып отыр. Бұған ең бірінші кезектегі осы қате жіберіп отырған, осыны ушықтырып отырған мемлекеттік мекемелер. 2006 жылы біз Алашар қолдау қоры жұмысын бастаған кезде арнайы осы мемлекеттік мекемелерге Алматы қаласындағы, осы әкімшілік Алматы қаласы әкімнен бастап, ол кездегі барлық департаменттерге, басқармаларға, Алматы қаласындағы барлық мемлекеттік мекемелерге мынандай хат жазғанбыз. Мына жерде тілге 11-12 құжатты әдейі мынаны жұмыстарында жұмыс ретінде қолдану үшін. Неге? Себебі осыларға қолданып істесе, кез келген жұмысын қазақ тілінде жүргізсе де, ол өзін-өзі қорғап, кім тиіссе де айтады. Міне, президенттің өкімі, міне, жарлығы, міне, тыңдамасы деген сияқты. Сондықтан осы хатымызға тіл басқармасы да жауап бермеді, ішкі саясат басқармасы да жауап бермеді. Алматы қаласы әкімдігінің ішінен бізге жауап берген құрылыс департаменті мен тұрғын үй департаменті. Бұның бәрін осы қоғам жүрегімен сезініп, өздері осыған ұйытқы болу керек. Соның ішінде осы қоғамның мүшесі болып отырған мемлекеттік мекемелердің басшылары, ол жұмысында мемлекеттік қызметкер, үйіне келгенде көшеде кетіп бара жатқанда ол мемлекеттік қызметкер емес, осы қоғамның мүшесі емес пе? Неге қарамайды? Өтіп бара жатып үйінің алдында дүкендерді қатені көрмей ме? Көреді. Бір дұрыс жолын шешу үшін біз 2006 жылдан бері
Алғажар қолдау қоры, сонан кейін мына Алашұлы қоғамдық бірлестіктер одағы болып бірігіп, сол одақтың атынан құрылтай жиналыстарында да мынандай шешімдер қабылдап жібергенбіз. Мысалы, тіл деп айтып келе жатырмыз, бір орында тұр. Неге қозғалмайды? Себебі тілді дұрыстау үшін алдымен әліпбиімізді түзеулеп алуымыз керек. Қай елде бір мезетте 5-6 әліпби қатар қолданылады? Онда ел жоқ. Тек қана қатардың бәрін 42 әріптік қазақ әліпбиінің негізінде бір мемлекеттік әліпби деп қабылдасақ, сол кезде мұңдық деп жазамыз, емес құртқа деген әдемі қыздың атын куртка деп жазбаймыз. Жамбылдың, мысалы, бабамыздың атын көп түрлі жазады. Оны жазып отырған бір ғана Алматы қала безендіру. Сонда мазақ қылып отыр ғой. Бір ұйымнан шыққан құжат 4 түрлі жазылып шығар ма? Бұлай дұрыс мемлекетте, дұрыс елде. Мына үш тұғырлық тіл деген мәдени жобаға келетін болсақ, бұл жөнінде де мына Смағұл ағамыз бар, осы жерде отырған Асыл апамыз бар, басқа да зиялы қауымның өкілдері қол қойып, 2005 па қай жылдан мен білмеймін әйтеуір, қанша жылда бірнеше не жазады, үндеу жазады, мәлімдеме жасайды. Соған құлақ асатын біреу бар ма? Не болып кетті, кім болып кетті? Енді мына жастардың, мысалы 11-і, осының бәрі осындай буырқанған, олардың намысынан болып отыр.